Сәлеметсіздер ме, балалар? Міне бүгін біз оқу сауаттылығы бойынша естади тесттерінен тапсыратын боламыз. Бұл 90% келетін тесттер, сондықтан мұқият көріп, түсініп алсаңыздар болады. Қазақтың музыкалық аспаптары. Халқымыздың бүгінгі таңдағы белгілі болып отырған 40-тан астам музыкалық аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып жалғасын тауып келе жатқан рухани мұра. Музыкалық аспаптар тек той-томандарда ғана пайдаланылып қоймай, жау шапқанда дабыл, дауылпаз, ұран, керней сияқты түрлері арқылы елге хабар беріліп отырған. Ал бақсы балгерлер зікір салғанда даңғара, асатаяқ, шаңқобыздарды пайдаланылатын. Әнші күйшілер өлең жыр терме айтқанда немесе күй шерткенде домбыра, сыбызғы, сырнай, қылқобыз сияқты ішекті аспаптармен сүйемелденген. Музыка аспаптарын ағаштың қайың, шырша, емен сияқты түрлерінен жасаған. Сонымен қатар аспап жасауға қамыс, саз, балшық, малдың терісі мен сүйегі, мүйізі, қылы пайдаланылған. Балшықтан, қамыс, мүйізден үрмелі музыкалық аспап, саз, сырнай, сыбызғы, адырна, ұран, керней жасалады. Ішекті музыкалық аспаптар жетіген, шертер, 2 және 3 ішекті домбыралар, қобыз, шаңқобыз, соқпалы аспаптар, даңғара, дауылпаз, шыңдауыл, дабыл, асатаяқтың бірнеше түрлері. Бүгінгі таңда нешеден астам музыкалық аспаптар бар. Енді міне мына мәтінді жақсылап мұқият тыңдап оқып алған болсаңыздар, енді мына сұраққа жауап береміз. Бүгінгі таңда нешеден астам музыкалық аспаптар бар? Бүгінгі таңда 40-тан астам музыкалық аспаптар бар екен, демек 40-ты белгілейміз, балалар. Келесі сұраққа өтеміз. Әжем демалып жатыр. Кішкентай Галина мектептен келді. Ол есікті ашты. Анасына көңілді бірдеңе айтқысы келді. Бірақ анасы Галина саусағымен нұсқап сыбырлады. Тыныш, Галина, әжең демалып жатыр. Түні бойы ұйықтамады, жүрегі ауырды. Галина үнсіз үстелге жақындап портфелін қойды. Түскі асын ішіп, сабағын оқуға отырды. Әжесін оятып алмас үшін кітапты ақырын ішінен оқыды. Есік ашылды да Галинаның құрбысы Оля кіріп келді. Ол қатты сөйлеп, Галинка, тыңда, деді. Галина анасы сияқты саусағымен нұсқап сыбырлады. Тыныш, Оля, әжем демалып жатыр. Ол түні бойы ұйықтамады, жүрегі ауырды. Қыздар үстел басына жайғасып суреттерге қарай бастады. Ал әженің жабық жатқан көзінен 2 тамшы жас домалап кетті. Әже орнынан тұрғанда Галина, әже, ұйықтап жатқанда неге жыладың, деп сұрады. Әжесі жымиып күліп Галинаны еркелетті. Оның көзінен қуанғаны көрініп тұрды. Енді балалар, келесі сұраққа жауап береміз. Галина қандай көңіл күйде болды? Галина көңілді бірдеңе айтқысы келді, демек, міне, ол көңілді болды. Көңіл күйі көңілді болды. Осы 4 нұсқаның біреуін белгілейміз. 3. Енді сол мәтін тақырып, енді осы мәтіннің ішінен мәтін бойынша қыздың мінезін табуымыз керек. Қыздың мінезі қайсысы болуы мүмкін? Еңбекқор ма, батыл ма, қамқор ма, қырсық па болуы, қайсысы болуы мүмкін? Әрине, ол қамқорлық танытты, әжесіне, сол үшін қамқорды белгілейміз. 4. сұраққа жауап береміз. Қазақтың музыкалық аспаптары, бұл жаңа оқыған мәтініміз. Енді бұл жердегі сұрақ, сөйлемді толықтырыңыз. Музыка аспаптарын қараймыз. Мына жерде музыка аспаптарын ағаштың қайың, шырша, емен сияқты түрлерінен жасалған дейді. Демек, ол қайсы қамырдан жасалмаған, сыбызғыдан, сиырдан емес, міне ең соңғы нұсқасы дұрыс, ағашты қайың, шырша, емен сияқты түрлерінен жасалған. Келесі 5. тапсырмаға назар аударыңыздар. 5. тапсырмада дәл сол мәтін. Енді бақсы балгерлер зікір салғанда қандай музыкалық аспаптарды қолданылды дейді. Міне, ал бақсы балгерлер зікір салғанда даңғара, асатаяқ, шаңқобызды пайдаланған. Демек, даңғара, асатаяқ, шабандоз. Жоқ. Осы ма? Даңғара, осы нұсқасы дұрыс болып келеді екен, балалар. Келесі сұрақ 6.
Тағыдай осы бізде берілген 2 мәтін бар. Тек осы 2 мәтін бойынша біз жұмыс жасап отырмыз. Аңғарған болсаңыздар, енді мәтін мазмұнына сәйкес келетін мақал. Енді бұл жерде қарап отырсаңыз, ұйқатып тұрады, жұмыс тұрады, дұршылатып айтар, дұшпан күлдіртіп айтар, қамқорлық кісіліктің белгісі, оқу инемен құдық қазғандай. Балалар, бағана біз бұл мәтінді оқып кеттік. Бұл жерде мәтін мазмұнына сәйкес келетін мақал, ол қамқорлық кісіліктің белгісі деген жауабы. Енді келесі 7-ші сұраққа өтеміз. Тағы да әже туралы. Енді мәтіннің тақырыбын таңдаймыз енді. Мәтіннің тақырыбы сабаққа дайындық. Әже ауырып қалды, жақсы құрбылар, әжеге қамқорлық жасау. Әрине балалар, ол әжеге қамқорлық жасау болуы мүмкін. Себебі бұл жерде не істеді балалар? Әжесі туралы айтылып жатыр. Ең соңғы сұрақ. Қазақтың музыкалық аспаптары. Міне балалар, бұл жерде мәтінге сәйкес ақпаратты таңдаймыз. Шекті музыкалық, соқпалы аспаптар даңғара дауылпаз. 1968 жылы музыкалық аспаптардың ансамблі ұйымдастырылды. Ол жинаған аспаптар 300-ге жетті дейді. Енді бұл жерде қайсы мәтінге сәйкес ақпарат қайсысы балалар? Барлығы десек те болады, балалар, қарап тұрсаңыздар. Бұл мәтінге сәйкес ақпарат. Шекті музыкалық соқпалы аспаптар даңғара дауылпазда келеді. Екеуінің біреуі болуы мүмкін. Біз енді осы жерде қазақтың музыкалық аспаптары, ол мәтінге сәйкес ақпарат. Шекті музыкалық аспаптар, шекті музыкалық белгілейміз балалар. Осымен міне біздің оқу сауаттылығына арналған тапсырмамыз аяқталды. Балалар, келесі видеода осы оқу сауаттылығының дұрыс жауаптарын көрсететін боламын. Қазір біз осы оқу сауаттылығы бойынша тапсырып өттік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.